Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін қамыры өте жұп-жұмсақ болып шығатын порционды өте дәмді пицца дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен ыдысқа жылы су құямыз. Тұз, қант, ашытқы салып сәл араластырамыз. Барлығы араласқан соң үстіне ұнды қосып, алдымен шанышқының көмегімен, содан соң қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Басында қамыр сәл қолға жабысады. Ең соңында 2 ас қасық зәйтүн майын қосып, әрі қарай тағы да илейміз. Қамыр өте жұмсақ болады. Май құйғаннан кейін қолға мүлдем жабыспайды. Енді қақпағын жауып, шамамен 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Менде шамамен 40 минут уақыт өтті. Қамыр өте жақсы көтерілді. Енді жұмыс жасайтын үстелдің үстіне сәл ұн сеуіп, қамырды теңдей 8 бөлікке бөлуіміз қажет. 8 бөлікке бөлгеннен кейін барлығына домалақ форма келтіреміз. Содан соң үстін жауып, шамамен жарты сағатқа қамыр көтерілуі үшін қоя тұрамыз. Мінекей қамыр дайын болды, өте жақсы көтерілді. Енді сәл ұн сеуіп, қолымызбен осылай формасын келтіреміз. Мен бұл пиццаға өзім соус дайындадым. Бұл соустың рецептісін менің YouTube каналымнан қарай аласыздар. Бұл оригинал өте дәмді соус. Видеоның астына описаниеге осы соустың сілтемесін қалдырамын. Сол бойынша кіріп қарап, жасап көрсеңіздер болады. Бір ас қасықтан соус жағамыз, содан соң ірімшік саламыз. Енді кез келген өзіңізге ұнайтын салмасына шұжық немесе тауық етін немесе фаршты қолдансаңыз болады. Мен духовкада піскен тауық етін салдым. Алдын ала маринадтап, тауықтың төс етін пісіріп алдым. Майда бөліктерге бөліп салдым. Енді өзіңізге ұнаса қара зәйтүндерді салсаңыз болады. Сәл ірімшік сеуіп, 200 градус қызып тұрған пеште 10-15 минут пісіреміз. Мен шамамен 12 минут пісірдім. Пиццамыз дайын болды. Рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, пікір қалдырып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көп рецепттер шығады. Ас болсын, сау болыңыздар.